Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге қалып қойған бешбармақтан осы тағамды жасап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Оны өзіміздің қажетімізге қарай аламыз. Оған жылы суға тұз салып араластырып, қамырды жұмсақ қылып отырып илеп аламыз. Қамырды жұмсақ қылып илеп алған соң, салапанмен орап тұндырып қоя тұрамыз. Содан соң қалып қойған бешбармақтарды майдалап турап аламыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алсақ та болады. Майы болса майымен де қосып турай береміз. Және де 1-2 тал сәбіз, 1 тал пияз керек болады. Кішірек сәбіз болған соң 2 тал сәбіз алдым. Пиязны блендерден өткізіп алдым. Сәбізді өткіштен өткізіп аламыз. Содан соң қазанға май құйып қыздырып, алдымен пиязны қуырып аламыз. Содан соң сәбіз салып қуырамыз. Біраз араластырып алған соң, 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Содан соң жаңағы етті салып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш және ақ бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып алып, суытып қоямыз. Содан соң біз қамырымызды астақтайға алып, ұзын шақтап алып, тең бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң қамырды бірден жаямыз. Жұқа қылып, бір жерге етіп жайып аламыз. Астының және үстінің қамырын бірдей қылып жайып аламыз. Содан соң салмамызды саламыз. Бірге етіп, тегістеп отырып салып шығамыз. Содан соң бетіне екінші қамырды жауып, жақсылап отырып жапсырып, шетін әдемілеп, әсемдеп шығамыз. Содан соң табаны қыздырамыз. Табаға ешқандай май жақпаймыз. Құрғақ күйінде қыздырып, қақпағын жауып, орташа отқа астын қызартып аламыз. Асты қызарған соң, екінші бетіне алмастырып, тағы қақпағын жауып отырып, қызартып пісіріп аламыз. Қаласаңыз табаны майлап жіберіп пісірсеңіз де болады. Май жақпай осылай да пісіруге болады. Не болмаса, пісіріп болған соң сары май жағып қойсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Мен әр жолы қалып қойған бешбармақтардан осылай жасаймын. Отбасымдағыларға өте ұнайды. Өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.